Бұл біздегі екінші формула, қысқаша көбейтудегі. Дәл осы формулаларға берілген есептердің жалғасы, екі өрнектің қосындысы мен айырымның квадратына берілген есептердің жалғасын шығарайық. Так, сіздерге түсінікті болу үшін мен әрқайсына жеке-жеке 10 мысалдан көрсетіп жатырмын. Қараңыз, а плюс b-ның квадраты десе, бірінші өрнекті квадраттаймын. Өзі бар жоғы бұл формулаға қатысып тұрған екі-ақ өрнек. Екі шетіне олардың квадратын жазамын да, ортасына 2-ге көбейтілген екеуін жазамын. Так, біріншісі 5a-ның квадраты. Ерінбей мен мына жақта формула бойынша ашамын, бірден есептеп жазсам да болатын еді. Қосылған 2-ге көбейтемін осы екі өрнекті. 2-ге көбейтеді а мен b-ны. Көрдіңіз бе? А мен b-ны көбейтеді. А-ның орнында сізде 5а тұр, b-ның орнында 5-тен 1 бұтыр. Демек, бірінші 5а-ға көбейтем, содан соң 5-тен 1 b-ға көбейтем. Қос дейді, енді 5-тен 1 b-ны квадраттап. Тең, арғарай теңін жазамын. 5а-ның квадраты 25а квадрат. 5 пен 5-ті қысқартып жүрсем 2аб, қосылған 2аб, қосылған 5-тен 1-дің ойыннаны квадраттан есе жақшы қалам. 1 бөлу 25 b-ның квадраты болады. Так, келесі есеп. Балар, мында қараңыздар, минус тұр ғой, орындарын ауыстырып аламыз. 5 минус 3а-ның квадраты деп. Ары қарай екі өрнекті жазамыз. 5-тің квадраты минус 2-ге көбейтеміз осы екі өрнекті. А мен b-ның орнында осы 2 сан тұр деп ойлаңыз. 2а-бы ғой формула бойынша. А-ның орнына 5-ті қоям, b-ның орнына 3а-ны қоям. Қос дейді енді формула бойынша b-ның квадратына. B-ның орнында 3 тұр. 3а-ның квадраты деймін. Ары қарай енді есептей салам. 5-тің квадраты 25, минус 2-ні 5-ке көбейтем 10, 10-ды 3-ке көбейтем 30. 30а қосылған 9а квадрат. Так, келесі. Енді x квадраттың деп тұр. Дәреженің дәрежесі. Көп оқушылар осыны қателесіп шығара алмай жатады да, бұнда тұрған ештеңе жоқ. Жай ғана осы дәрежені тағы да 2 дәрежелеймін ғой. Түсінікті ғой, мына есептерді жазып қояйық. Міне осылай болды жауаптары, мынау бастапқы берілгендері. Так, келесі. X-тің А-ның орнында x квадрат тұр, азайтылған b-ның орнында 5 тұр. А минус b-ның квадраты ретінде тұр. Квадраты. Демек, бірінші а квадратты деп тұр. X-тің квадратын квадраттайым. Азайтылған 2 көбейту, осы 2 өрнек x квадрат және 5. Қосылған енді екінші өрнекті квадраттайым, 5-тің квадраты. Тең, x-тің 4 дәрежесі минус 10x-тің квадраты қосылған 5-тің квадраты, ол 25. Келесі, мұндағы есептерді шығарайық. Так, біріншісі а минус b-ның формуласы келеді, үйреніп қалған шығарымыз. 7-ның квадраты азайтылған деймін, 2-ге көбейтемін 7-ні, оған көбейтемін y-тің кубын. Енді y-тің кубын квадраттайым. Демек, 7-ның квадраты 49, минус 2-ні 7-ге көбейтемін 14, y-тің кубы қосылған y-тің кубының квадраты болса, екеуі көбейтіледі, мұнда. Көбейтсек 6 болады. Жақсы, соңғы есеп. Так, 2-ден 1 m-ның 4 дәрежесінің квадраты деп жазам. Азайтылған. 2-ні көбейтемін кімге? Осы 2 өрнекке. А мен b-ға көбейтеп тұр, А-ның орнында 2-ден 1 m-ның 4 дәрежесі тұр. Көбейтілген, міне. b-ның орнында 4n квадрат тұр. Так, плюс 4n квадраттың квадраты деймін. Болды, ары қарай шығара салам. 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1. m-ның мұнда, m-ді ұмыт кетпеңіздер, балалар. Өтініш ұмытып кетпеңіздер. Қасында әріпті өрнек тұрса, және оны да дәрежелейміз. m-ның 4 дәрежесінің квадраты болса, m-ның 8 дәрежесі болады. 2 мен 2-ні қысқартып жіберем. Азайтам 4, m-ның 4 дәрежесі n квадрат. Қосамын 4-тің квадраты 16, n-ның 4 дәрежесі болады екен. Жақсы балалар, бұл есептерде, бұл формулаларда сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей, әрбір формулаға кемінде 10 мысалдан қарастырып жатырмыз, толықтай тыңдап, дұрыстап түсініп алайық. Жақсы балалар, келесі есепті қарастырайық.
Келесі, дәл осы екі өрнектің қосындысы немесе айырымының квадраты формулаларының енді мына бөлігі берілген, яғни уже жүктелінген бөлігі берілген, не істейміз? Қосынды немесе айырымның квадраты түрінде жазамыз. Мында қарап тұрмыз. Қалай болады? X 4 бұл ненің квадраты? 2-нің. Бұлай жүктеліп тұр ғой. X-тің квадраты, міне, минус 2 көбейту. Неге келеді? 2 көбейту X. Ал мынау 2-нің квадраты. Демек, А-ның орнында бізде X тұр, бұның орнында 2 тұр. X минус 2-нің квадраты болады екен. Ал мында қалай жүктеледі? Мынау X квадрат. Мында жазылу керек 2 көбейту. А дегеніміз X болып тұр. 18 болу үшін Б дегеніміз 9. Ал мындағы 9-дың квадраты. Демек келіп тұр, я? X квадрат, А квадрат, минус 2AB және Б квадратқа келіп тұр. Демек, А-ның орнында бізде X орналасқан, Б-ның орнында 9 орналасқан. X минус 9-дың квадраты. Мында есеп 3x минус 4y-тің квадратына келеді екен. Мында орын ауыстырып берген, қараңыз. Бірінші былай алуға болады. 16a квадрат, ортасына 8ab-ны жазамыз. Плюс b квадрат. Келеді ма? Формулаға келеді. 4a плюс b-ның квадраты болады, я? Мында көріп тұрмыз, b-ның квадраты қосу 2 көбейту, b көбейту. 10 болу үшін 2-ні қандай санға көбейтем? 5-ке. Демек, мында 5-тің квадраты. Сонда бізде b плюс 5-тің квадраты формуласына келеді екен. Так, екінші есепті шығарып көрейік. Бізге берілген екінші есепті шығарып көрейік. Қалай болады екен? Так, бұны біздер қараңыз, мына формулаға сал деп тұр. А плюс минус b-ның, екеуін бірге салайын. А квадрат плюс болса плюс, b минус болса минус, плюс минус b квадрат, плюс b квадрат, е? Так, а квадраттың орнында 9x квадрат тұр. 2ab-ның орнында бізде 12xy тұр. b квадраттың орнында 4y. Енді а квадраттың орнында тұрса 9x квадрат ненің квадраты? 3x-тің квадраты ретінде алуға болады. Демек, мынау 2 көбейту. А-мыз бізде 3x болса, b-ны екі жердегі 3-ім 6, демек b бізде 2, 12 болу үшін 2y. Ал қосылған 4y бұл ненің квадраты? 2y-тің квадраты. Значит, біз көріп тұрмыз, уже 3x минус 2y-тің квадратын беретін, не? Келесі, 0,4, ол ненің квадраты? 0,2 x-тің квадраты. Минус демізді 2 көбейту, біреуі уже белгілі, 0,2 x. Ал бұның орында не тұр, чтобы 1,2 шығу үшін? 2-ні 0,4-ке көтсем 0,4, ал 1-де 2 шығу үшін 3y тұр. Қосылған мында 3y-тің квадраты болады. Сонда біз көріп тұрмыз, 0,2 x азайтылған, мында минус тұрғандықтан, 3y-тің квадратын береді екен. Келесі формула 1-де 49, 1-ден 49, ол 7-ден 1-дің квадраты ғой, 7-ден 1a, ал 1,9 ненің квадраты? 1,3-тің. Ой, 1,3 деппін ғой, 3-ден 1-дің b-ның квадратын береді екен, е? Жақсы, екінші есепте түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есепті қарастырайық. Келесі уже екі өрнектің қосындысы айырымының кубтарына берілген есеп, кубтарға берілген есептер. Кубты қалай жаттаймыз, балалар? Қараңыз, кубтың формуласы келесіде, я? Бір ұзақ формула сияқты болып тұр. Бірақ жаңағы Паскаль үшбұрышын қолданамыз, міне 1, 1, 1, 1, мына екеуін қосамыз 2, 1, ал 1-ді жазып қойымыз екі шетіне, 1 мен 2-ні қосамыз 3, 2 мен 1-ді қосамыз, тағы да 3. Демек, мында а куб болады. Енді а-ның дәрежесі бара-бара кемейді. 3а квадрат, міне 3-ті жазып қоям, б. Содан соң 3 деймінде а-ның дәрежесі кемейді, б-ның дәрежесі артады. б болып тұр еді, б квадрат болады, дальше б куб болады. Түсінікті ғой. Демек, а куб қосылған 3а квадрат б плюс 3а б квадрат плюс б куб болады екен. Міне мына формулаға келеді екен. Енді бұл формулаларды білеміз. Дәл осы формулаларды қолданып төмендегі есептерді шығарайық. Қараңыз, бұл формула. Есімізде бұл формуланы қалай сақтаймыз? Осы кубқа келгенде көп оқушылар есімізде қалай сақтасақ болады деп көп сұрақтар туындайды. Қараңыз, бірінші дәрежені қараңыз. Бірінші а-ның дәрежесі 3 дәреже болды. Одан соң 2 дәреже болды, 1 дәреже болды, мүлдем жоқ. Көрдіңіз ба? Бұның дәрежесі 1 дәреже, 2 дәреже б куб болып артып бара жатыр. 3 деген және 3 деген коэффициенттер жаңағы Паскаль үшбұрышынан шыққан. Осылай жаттаймыз енді. Енді формулаға қояйық. Мында а-ның орнында x тұр. X-тің кубы қосылған 3-ті жазып қоямыз. Дальше x-тің
квадраты болады. Енді осы жерде y пайда болады. Қосылған дейміз. 3 көбейту, x-ті жазып қоямыз да, y өседі. Y-тің бір дәрежесі болып тұрады, мұнда квадраты болады. Дальше x жоқ болып кетеді да, y-тің кубы қалады. Екі шетінде y-тің кубы, ортасында 3x квадрат y, ал мұнда 3x y квадрат. Келесісін қалай жаттаймыз? Y-тің 3 дәрежесі деп жазып аламыз. Қос азайту, міне формула бойынша минус көбейту. Енді y-тің 3 дәрежесі емес, y-тің квадраты болады. Көбейтілген b-міз екінші өрнегіміз пайда болады. А-ның орнында y тұр, минус b-ның орнында x 5 тұр ғой. B-ның орнына алып келемін да 5-ті жазам. Қосылған 3 көбейту, міне мұнда А-ның орнында бізде y тұр. Y жазам. Көбейтілген b-ның орнында 5 тұр. 5-тің квадраты деп жазам. Азайтылған 5-тің кубы. Ал кеттік. Так, y-тің кубын жазып қоям, ары қарай есептей салам ғой. Минус 3-ті 5-ке көбейтем. 15 y-тің квадраты. 5-тің квадраты 25. 25-ті 3-ке көбейтемін. Қосылған 75 y. Минус 5-тің кубы бұл 125. Міне. Келесі есеп. А-ның орнында бізде 10 тұр, b-ның орнында с тұр. А минус b-ның кубына келеді. Екінші формула мына формулаға келеді. Так, ал енді жазамыз. 10-ның кубы минус, міне А-ның кубы 3 көбейтілген А квадрат b дейді. А-ның квадраты 10-ның квадраты, b-ның орнында екінші өрнек с тұр. Қосылған 3 көбейтілген, енді 10-ның кубы, 10-ның квадраты, 10-ның бірі дәрежесі болады да, с наоборот өседі. С-ның квадраты болады. Енді с-ның кубы болады. Минус мұнда. Так, тең. 10-ның кубы 1000, минус 10-ның квадраты 100, 100-ді 3-ке көбейтеміз. 300, с қосылған 30 с квадрат, минус с куб болады екен. Келесі есеп. А минус 5b-ның кубы дейді. Енді А-ның кубы деп жазам. Азайтылған 3 көбейту. А мен b-ның орнында тұрған сандарды жазам. 3 көбейту. А-ның квадраты. Көбейту енді мына 5b қосылады. Формула бойынша b тұр. Көбейтілген 5b. Қосылған 3 көбейту. А-ның өзін жазамда. Енді 5b-ны квадраттайым. 5b-ның квадраты. Формулаға салып жатырмыз. Көрдіңіз бе? 3 көбейту А көбейту b квадрат. Минус b куб деп тұр. Демек 5b-ның кубы болады. Ары қарай жазамыз. Есептейміз. А куб минус 3-ті 5-ке көбейтем. 15. Дәрежелерін жазам. А квадрат b. Қосылған. Так, мұнда 5b-ның квадратын бірінші есептеп алам. 25b квадрат болады. 25-ті 3-ке көбейтем. 75. А b квадрат минус, енді 5-тің кубы қандай? 125b куб болады. Соңғы есепті қарастырайық. Келесі есеп. 10 плюс 8 y-тің квадраты. Не істейміз? 10-ның кубы. А-ның орнында 10 тұр, b-ның орнында 8 тұр. Демек, 10-ның кубы қосылған 3 көбейтілген 10-ның квадраты көбейтілген 8 y деп жазам. Қосу 3 көбейту деймін да, енді мынаны бір дәрежелейм, ал екінші өрнекті b квадрат деп жазам. Яғни 8 y-тің несі болады? Квадраты болады. Азайтыл қосылған 8 y-тің кубы. Тең. 10-ның кубы бізде 1000. Қосылған, мұнда 100 болады, я? 10-ның квадраты. 3-ті 100-ге көбейтсек 300. 300-ді мұндағы 8-ге көбейтеміз, ұмыт кетпеңіздер. Мен ұмыт кетейін деп жатырмын соны. Так, 2400 y. Қосылған, енді 8-дің квадраты 64, 640, 640-ті 3-ке көбейтсек 1920. 1920 y квадрат. Қосылған 8-дің кубы 64, 512 ма? 512 y куб болады екен. Міне, кубқа берілген есептерді де қарастырдық, балалар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міне, соңындағы шыққан нәтижелер міндетті түрде жазамыз, балалар.
түсініп жатырмыз деген ойдамын. Мұқият қараймыз. Негізі бұл қиын емес. Формула бойынша жеке-жеке ашып отырсаңыз қиын емес. Келесі. Так, дәл осындай бізде. Давайте мына жақтан нақты бір 3 мысалды көрейік, я. Сіздерге түсінікті болу үшін бірінші мысалдан бастайық. Так, мында айтады, қосынды, міне қосынды болса, мына формула келеді. Мен сіздерге түсінікті болсын деп әр формулаға 10-10 есептен алғанмын ғой. 2а-ның кубы қосылған, міне, а куб, 3 көбейту а мен б. А-нікі 2а-ның квадраты және б. Б-ның 4 дәрежесі. Қосылған, енді 3-ке көбейт дейді а-ны, 2а-ны көбейтем, себебі а-ның орнында бізде 2, б-ның орнында б-ның 4 дәрежесі тұр, яғни бірінші өрнекті көбейт дейді, екінші өрнекті квадратта дейді. Б-ның 4 дәрежесін квадраттайым. Қосамын, б-ның 4 дәрежесін кубтап жаз дейді. Болды, ары қарай есептеймін. 2а-ның кубы бізде 8а куб. Қосылған, так, мына есептерді қарастырмай қойын. Және соңғы 10 есепті қарастырайын, мұндағы есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Так, мұнда 4а квадрат болады. 4-ті 3-ке көбейтем, 12а квадрат б-ның 4 дәрежесі. Қосылған, мұнда көбейтемін, 6а б-ның 4 дәрежесімен көбейтеміз, 8 дәрежесі болады. Қосылған, мұнда да көбейту болады, ұмыт кетпеңіздер. Б-ның 12 дәрежесі болады. Түсінікті ғой, енді соңғы мұндағы есепті қарастырып көрейік. Так, мұнда 5а-ның кубы азайтылған, 3 көбейту, бірінші өрнек, 5а квадрат, көбейту 3b-ның 5 дәрежесі деп жазам. Қосылған, 3 көбейту 5а-ның өзі, және екінші өрнектің квадраты 3b-ның 5 дәрежесінің квадраты. Қосылған, 3b-ның 5 дәрежесінің кубы азайтылған. Кешіріңіздер, мұнда минус екен. Дальше болды шығарамыз. Так, осыны мұнда жазайық. Так, 5а-ның кубы 125а куб, минус 5-тің квадраты 25, 25-ті 3-ке көбейтемін. 3-ке және 3-ке 9-ға көбейтемін. 25-ті 9-ға көбейтсек 225. А-ның квадраты б-ның 5 дәрежесі. Қосылған, 3-тің квадраты 9, 9-ды 5-ке көбейтем 45, 45-ті 3-ке көбейтем 135. А, б-ның қанша дәрежесі? Мұндағы дәрежелер көбейтіледі. 10 дәрежесі болады. Азайтылған 3-тің кубы 27, б-ның 15 дәрежесі болады екен. Міне балалар, кубқадай берілген есептерді қарастырдық. Так, бұл есептердің шешімдерін осылай көрсетіп қояйық. Жақсы, келесі есеп. Келесі, енді а куб плюс б куб. Екі өрнектің кубтарының қосындысы. Мұндағы арттағы формулада кубмен, қосындысымен айырымын кубтаған едік, ал наоборот мұнда жеке-жеке кубтарының қосындысы екен. Қысқаша көбейту формулалардың ішінде өзіме ең қатты ұнайтын формула осы формула. Жаттап алуға да өте ыңғайлы. Қараңызшы, бірінші жақшада осы а куб плюс б куб, яғни қосындының кубы берілсе, бірінші жақшада қосындыны жазып қоямын. Келесі жақшада осы екі өрнекті квадраттаймын да, ортасына екі өрнектің көбейтіндісін жазам, минус а-б-ны. Негізі бұл формула мынадан шыққан ғой, а плюс б көбейту а плюс б, барлық формула а плюс б, осы үшеуін көбейткеннен шыққан. Жеке-жеке қысқарту амалдары орындалып, мұнда жеке-жеке көбейткен кезде осы формула қорытылған. Жақсы балалар. Енді осы формулаға есептер шығарып көрейік, формуланы қолдануға. 8 плюс 2-ның, так, а куб дейді, 8 енді ойланам. 8 бұл қандай санның кубы? 2-ның кубы қосылған а куб деп алам. Енді а куб плюс б куб формуласына келе ме? Келеді. А-ның орнында бізде кім тұр? 2 тұр. Міне. Б-ның орнында бізде а тұр. А-ны жазам. Бірінші жақшада осы екі өрнектің қосындысын жазайық. Жазып қойдым. Келесі жақшада осы бірінші өрнекті квадратта дейді. 2-ні квадраттаймын. Азайтамын, екеуінің көбейтіндісін жазайық. 2 көбейту а. Қосамын, а-ны квадратта дейді. А квадрат. Енді мұндағыны квадратта бірден жазсам, 2 қосу а. Және мұнда 4 минус 2а плюс а квадрат. Көрдіңіз ба? Мұнаның квадраты 4, мұнаның квадраты а. Ортасына осы екеуінің көбейтіндісін жазам.
түсінікті ма? Енді мында 2 мен 4-тің квадраты 8 береді, шеткі мүшелердің квадраттап қосқан кезде шығу керек. Көрдіңіз ба? Жақсы, келесі 8 бұл ненің кубын береді? 2-нің кубы. Ал 0,125 бұл 0,5 b-ның кубын береді екен. Ары қарай бірінші жақшаға айырымды жаз дейді. А минус b-ны жаз дейді. 2 минус 0,5 b-ны жазам. Келесі жақша а-ны квадратта дейді. 1-ден квадраттап жазайын. 2-нің квадраты 4. Ортаға осы екеуінің көбейтіндісін жаз дейді. 2 мен 0,5-ті көбейтсем 1 b. b деп жазам. Қос дейді, енді мұндағыны квадраттап. 0,125 b квадрат. Келесі өте оңай. Т плюс 1 деп жазам. Бірінші қосынды. Енді осыны квадраттаймын. Т квадрат. Ортасына осы екеуінің көбейтіндісін жазам. Т мен 1-ді көбейтсем Т. Қосамын. 1-дің квадраты 1-ді. 64 бұл қандай санның квадраты? 4х-тің кубы. Плюс 1-дің кубы деп алсақ. Бірінші жақшада а плюс б деп жаз дейді. 4х плюс 1 деп жазам. Келесі жақша 4х-ті квадратта дейді. 16х квадрат болады. Азайт дейді, осы екеуінің көбейтіндісін. Көрдіңіз бе? А мен б-ны көбейтіндісін азайт дейді. 4 пен х-ті көбейтсем 4х. Қосу 1-дің квадраты 1. Келесі 27 бұл қандай санның квадраты? 3-тің квадраты. Квадраты деп қой, 3-тің кубы. Қосылған y-тің 9 дәрежесі бұл y-тің 3 дәрежесінің кубы. Енді а куб плюс б куб формуласына келсек, бірінші жақшаға екеуінің қосындысын жазып, y пен y-тің кубының қосындысын жазам. Келесі жақша бірінші өрнекті квадратта дейді. Бірінші өрнек бізде 3-ті квадраттаймын, 9 болады. Азайту, осы екеуінің көбейтіндісін ортаға жаз дейді, 3y деп жазам, және шетіне y-тің кубын квадратта дейді. Y-тің кубының квадрат, y-тің 6 дәрежесі екен. Міне, дәл осылай жіктеледі екен, балалар. Міне, дәл осылай жіктеледі. Так, келесі есептер. Енді келесі есептерде бізде мына бөлігі берілген. Куб түрінде жаз дейді. Қараңыз, болды. А-ның кубы. Бұл есептерді лайфхак тәсілді айтайын. Бұлай екеуін көбейтеміз, шеткі мүшелерін көбейтеміз. Ортасында осы екеуін көбейтіндісі беріліп тұрса, 3 пен 9-ы көбейтеміз, минус 27. Мына екеуін көбейтеміз, шеткі мүшелерін. 4х пен 2х-ті көбейтсек 8х куб, және минус